Түрмеден шығып пәтерін тартып алды. Қайын атасының сейфін тонап ғимаратты өртеп кеткен. Оқиға. Кішкентайымыздан бір ауылда туып, тай құлындай тепсіп өскен бөлем бар. Аты Ұлболсын. Сол бөлемнің тағдыры өте ауыр болды. Бірақ соған қарамастан мойымай, жасымай екі баласын жеткізу үшін жан аямай еңбек етіп жатыр. Біреудің тағдырын талқыға салып отыр деп сөкпеңіздер. Кейде мен Ұлболсын бөлем сияқты аңғал, сенгіш қыздарды көп кездестірем. Ішімнен, Құдай-ай, ешкімнен алданбай жақсы өмір сүріп кетсе екен деп тілеп отырамын. Сондықтан менің бүгінгі әңгімем өзгелерге сабақ болсын деген оймен жария еткім келеді. Ұлболсын бөлем университетте оқып жүріп, бір жігітпен танысқан. Әке-шешесін білмейтін, балалар үйінде тәрбиеленген екен. Үйтіп-бүйтіп жүріп бөлемді өзіне қаратып алды. Түр басы маған бір көргеннен ұнамаған. Мынауының жылпостау жігіт қой деп өзіне де айтып едім, бірақ Ұлболсынның көзі сол жігіттен басқаны көрмей қалды. Оны нағашы әпкем мен жездеме таныстырып, екеуі емін-еркін кездесіп біраз жүрді. Екеуі 4 жылдай отасты ғой деймін. 2 балалы болғанда Мәжит күйеу бала істі болды. Жездеміздің фирмасында жұмыс істеді деп едім ғой. Орайы келгенде қайын атасының кабинетіндегі сейфте тұрған миллиондаған ақшаны алып, ішіне өрт қойған. Сол өрттің кесірінен ұйықтап жатқан күзетші қайтыс болып кетті. Ақырында бәрі әшкере болып, күйеу бала түрмеге тоғытылды. Істеп жатқан кәсібінен бір сәтте айырылып, зәулім ғимараттың әп сәтте күлге айналғаны жездемізге де оңай тимеді. Жүрегінен инсульт алып, төсекке таңылды да қалды. Сондағы таңғалғаным, Ұлболсынның ештеңеге қарамай күйеуінің сөзін сөйлеп жақтағаны болды. Оның арам ойы болған жоқ. Ақшаны көріп жолдан тайды. Әйтпесе, адам өлтіретіндей жауыз емес деп шыр-пыры шығып қорғады. Інілерінің ата-анасының сөзін елеген жоқ. Сол бөлемнің жағдайы не болды дейсіз ғой? 5 жылын түрмеде өткізіп, әйелі әкелген тәтті тамақты жеп, курортта жатқандай болып келген күйеу баланың беті әбден семірген екен. Түрмеден келіп, күш-қуат жинап, рең басы дұрысталған соң, әйелін 2 баласымен қосып, үйінен қуып шықты. Шынымды айтсам, бөлемді аяп кеттім. Біреу жалы титтей жамандық ойламайтын, байдың қызымын деп көкірек көрмеген тамаша жан еді. Бір сәтте күйеуінен де, үйінен де айырылып, қартайған анасының жанына қайтып барды. Қазір киім сататын дүкенде сатушы боп істеп жатыр.